Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар, география сабағына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Қаныш Сәтпаев атындағы қосымша білім беру мектеп орталығының география пәні мұғалімі Бегімбетова Гаухар Сәулехановна. Сәлестеп көріңші. Бір күнде құмды шөлде, келесі күні мәңгі қарлы тау шыңында, ал үшінші күні қалың орманда жүргеніңізді. Бұл фантастика емес, бұл біздің Қазақстан. Бүгін біз сіздермен еліміздің табиғаттың қаншалықты алуан түрлі екенін ашатын саяхатқа шығамыз. Тақырыптың маңыздылығы. Неге бұл тақырып маңызды? Өйткені табиғат зоналары, шөл, дала, орман, тау біздің климатымызды, өсімдіктерімізді, жануарларымызды тікелей анықтайды. Биіктік белдеулері таулы аймақтардағы қабаттар сияқты. Әр биіктікте табиғат мүлдем басқаша. Бұл білім ауыл шаруашылығы, экология, туризм сияқты салаларда тіпті керек. Жұмсақ мотивация. Бүгін сіздер географияны жай ғана оқығана қоймайсыз, санаңызда Қазақстанның табиғаттық портретін саласыз. Бұл білім болашақта сыныптастарға тамаша түсіндіре білуге, енте сұрақтарға дұрыс жауап беруге және тіпті отбасыңыздың саяхатта қызықты экскурсия жасауға көмектеседі. Қызықты болсын, бастайық. Түсінгендеріңіздей, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның табиғат зоналары мен биіктік белдеулері. Сабағымыздың мақсаты Қазақстанның табиғат зоналары мен биіктік белдеулеріне салыстырмалы талдау жасау. Құндылықтарға баулу, әділдік пен жауапкершілік, басқалар үшін маңызды тапсырмаларды орындаудың қажеттілігі мен маңыздылығын түсіну, бастаған ісін соңына дейін жеткізу. Бейне жазбаға көңіл аударыңыздар. Қазақстан аумағы кең, табиғаты алуан түрлі ел. Сондықтан мұнда әр түрлі табиғат зоналар мен биіктік белдеулері қалыптасқан. Олар климат, топырақ, өсімдік және жануарлар дүниесінің ерекшеліктеріне байланысты бөлінеді. Қазақстанда 5 негізгі табиғат зонасы бар. Орман зонасы аумағы аз, негізінен шығыс Қазақстанда орналасқан. Жауын шашын мол түседі, қара топырақ басым. Қарағай, шырша, самырсын өседі. Аю, сілеусін, бұлан сияқты жануарлар тіршілік етеді. Орманды дала зонасы. Солтүстік Қазақстанда таралған. Шөп пен ағаштар аралас өседі. Қара топырақ басым. Бұлан, түлкі, қоян кездеседі. Дала зонасы. Солтүстік Қазақстаннан орталыққа дейінгі аймақты қамтиды. Астық егуге қолайлы. Көкпек, жусан, бетеге өседі. Киік, борсық, түрлі кеміргіштер мекендейді. Шөлейт зонасы. Дала мен шөл арасындағы өткел. Топырағы ашық, қоңыр, өсімдігі сирек. Сексеуіл, жүзгін өседі. Қара құйрық, тасбақа, жыландар кездеседі. Шөл зонасы. Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан. Қызылқұм, Мойынқұм. Құрғақ климат, өсімдігі өте сирек. Құмды және сазды шөлдер бар. Сексеуіл, жыңғыл, құм терегі өседі. Кесіртке, шөл жануарлары мекендейді. Биіктік белдеулер таулы аймақтарға тән. Қазақстанда ол негізінен Алтай, Жоңғар алатауы, Тянь-Шань тауларында байқалады. Биікке шыққан сайын климат өзгереді, соған сай табиғатты өзгереді. Төменгі белдеу тегіс жазық, 500-800 метр. Дала және шөлейт өсімдіктері таралған. Жайылымға қолайлы. Орта белдеу 800-2000 метр биіктікте орналасқан. Орманды белдеу. Қарағай, шырша, самырсын өседі. Аю, иелік, құстар таралған. Альпілік шалғын 2000-3000 метрде орналасқан. Биік шөпті шалғын таралған. Жайлауға пайдаланылады. Субальпілік және нивалдық белдеу 3000 метр жоғары орналасқан. Мәңгі қар мен мұздықтары бар. Өсімдіктері сирек. Қазақстан табиғаты әр түрлі, жазық далалардан бастап қарлы шыңдарға дейін кездеседі. Табиғат зоналары мен биіктік белдеулердің ерекшеліктерін білу экология, ауыл шаруашылығы, география үшін маңызды. Көргендеріңіздей, біздің қазақ табиғат зоналары әр түрлі таралған. Соның ішінде мына картаға қарап, орманды дала зонасы солтүстік қазақ жазығы мен жалпы сырт қыратының шағын аумағын алып жатыр. Дала зонасы батыстан шығысқа қарай кең ауқымды алып жатқан жер. Шөлейт зонасы. Жайықтың жағасынан Алтай тауларына дейін созылып жатқан жер. Шөл зонасы. Каспий теңізі жағалауынан
Тарбағатай тауының етегіне дейін созылып жатыр. Жалпы көлемі 120 миллион гектарды алып жатыр. Қазақстанның 44% алып жатқан жер. Шығыс Қазақстан мен оңтүстік шығыс Қазақстанда созылып жатқан ол біздің Қазақстанның биіктік белдеулері. Яғни бұл аралықта Қазақстанның биік таулары кездесуімізге болады. Жалпы Қазақстанның 5-10% алып жатыр. Қазақстанның табиғат зоналарына әсері. Жалпы жер бедері мен климаттың табиғат зоналарының қалыптасуындағы рөлі ерекше. Табиғаттағы қайталанбас көріністерді ендік зоналылық пен биік белдеулілік қамтамасыз етеді. Жер бедерінің әркелкі болуы зоналарының экватордан полюстерге дейін өзгеруіне себеп болады. Табиғат зоналы ендік зоналылық, климат пен географиялық ендіктің алмасуы, жазық жерлерді табиғат зоналарының кездесіп алмасуы, биіктік белдеулік, температура мен қысымның төмендеуі, жауын-шашын мөлшерінің артуы, тауларда табиғат зоналарының кезектесіп алмасуы. Енді осы табиғи зоналарына қысқаша тоқталып өтейік. Орманды дала зонасы айтып кеткендей, солтүстік қазақ жазығы мен жалпы сырт қыратының шағын аумағын алып жатыр. Климаты қолайлы, жауын-шашын мөлшері 300-350 мм-ді құрайды. Жазы ыстық, шілденің орташа температурасы 20 градус. Қысы суық, қаңтарда қатты аяз. Орташа температурасы -19 градус. Ең жоғарғы температурасы -58 градусқа дейін төмендейді. Орманды дала зонасының солтүстік бөліктерінде қара топырақты қабаттың құрылымындағы 75 см-ге жетеді. Құрамының 9%-на жуығы шірінді болады. Өсімдіктеріне келетін болсақ, орманды дала көктерек, емен, қандығаш, жөке басым, ертіс жазығының қойнында және Көкшетау, Қарқаралы, Баянауыл тауларының гранитті массивтерінде қарағайлы ормандар таралған. Жануарлары саршұнақ, қосаяқтар, түлкі, тиін, бұландар мен Сібір еліктері бар. Кесірткенің 2 түрі кездеседі. Құстардан қарға, дуадақ, сауысқан, тоқылдақ, көкек кездеседі. Дала зонасы. Батыстан шығысқа қарай 2200 км-ге созылған кең алқапты қамтитын бөлік. Солтүстік қазақ жазығының оңтүстігі, жалпы сырт, Мұғалжар тауы және Каспий маңы ойпатының солтүстігі, жеміс түрті, Сарыарқаның солтүстік аудандары жатады. Температурасына келетін болсақ, жалпы жоғарғы температурасы жаз айларында 40 градусқа дейін көтеріледі және 40 градусқа дейін төмендейді. Жауын-шашын мөлшері 200-400 мм-ді құрайды. Дала зонасының қоршаған ортасының түсіне ұқсас келетін, жылдам жүгіретін әрі тез ұшатын, жылдың қолайсыз мезгілдерінде де ұзақ ұйқыға кететін жануарлардың түрлері бар. Дала сүтқоректілеріне саршұнақ, қосаяқ, дала тышқандары, дала ала қоржыны жатады. Осы зонаның негізгі жануары қасқыр, күзден ақкіз, ақбөкендер кездеседі. Құстардан дуадақ, безгелдек, тырна, балықшы, бозторғай және аққұтан, суда жақсы жүзетін құстар, сүңгір, тұрпан кездеседі. Шөлейт зонасына келетін болсақ, балалар, Жайықтың жағасынан Алтай тауларына дейін 2900 км-ге созылып жатыр. Ол республика аумағының 10,8%-ын құрайды. Климаты құрғақ, тым континентті. Жауын-шашын аз, жылдық мөлшері 180-300 мм-ның аралығында. Шілденің ортасы температурасы 22-24 градус. Кейде ыстық 40 градусқа дейін жетеді. Қысы суық, ашық, аязды күндер басым болады. Қаңтардың орташа температурасы 15-17 градусқа дейін төмендейді. Ең төменгі температура зонаның шығысында 50 градуста байқалады. Топырағы ашық, қара қоңыр топырақ, құрамында шірінді мөлшері 2-3% шамасында. Өсімдік жамылғысы негізінен бетеге, жусан, түймедақ, бөз, қайың, көктерек, шоқ, ормандар мен долала, мойыл, итмұрын, қарақат және таңқурай өседі. Жануарларына саршына, қосаяқ, құм тышқаны, құм қояны, қарсақ, түлкі, қасқыр мекендейді. Құстардан бүркіт, бозторғай кездеседі. Шөлейтте кесіртке мен жыландар көп. Шөл зонасы.
Каспий теңізі жағалауынан Тарбағатай тау етегіне дейін созылып жатыр. Жалпы көлемі 120 миллион гектарды алып жатыр. Ол республика аумағында 44%-ға жуығын құрайды. Шөлдің климаты аса континентті және өте құрғақ. Жауын-шашын мөлшері орташа 200 мм шамасында, қысы суық, температурасы 40 градусқа дейін төмендейді. Шілденің орташа температурасы солтүстігінде 24-26, оңтүстігінде 28-30 градусты көрсетеді. Шөл зонасының астында Шу, Сарысу, оңтүстік Балқаш, Сырдария, Қызылқұм, Бетпақдала, Маңғыстауда ең ірі артизан алаптары орналасқан. Өсімдіктерден селеу, өлеңшөп, бөз жусаны, бетеге, еркек шөп, қоңырбас, құм түймедағы, құмыршақ өседі. Сырдария аңғарында, батыс Тянь-Шаньдағы, Қаратау бөктеріндегі шөлдерде тек қана Қазақстанда өсетін дермене жусан сақталған. Бұталардан жүзгін, құм қараған, теріскен, ағаш тектес өсімдіктерден сексеуіл, олар табиғат жағдайларына бейімделген. Ылғалды тез жоғалтпау үшін жапырақтары тікенді қабыршақтарға айналған. Буланудан сақтайтын түктері бар, тамырлары ұзын. Шөлді өмір сүруге жылан мен кесірткенің аздаған түрі ғана бейімделген. Тасбақа, кірпілер кездеседі. Оңтүстікте улы өрмекші тәрізділерден шаян, бүйі, қарақұрт, бұзаубастар, ақ бөкендер мен қарақұйрықтар мәлім кездеседі. Құстардан торғайлар, жыртқыш құстардан жамансары мен жұртшы, сауысқан, қарға, сұркекілік, қырғауыл болады. Көлдер мен өзендерде үйрек, қаз, шағала, бір қазан аққұтан кездеседі. Биіктік белдеулер. Биіктік белдеу таулы аймақтарда табиғат жағдайларының теңіз деңгейіне биіктеген сайын заңды түрде өзгеруі. Бұл құбылыс климаттың, топырақтың, өсімдіктер мен жануарлардың дүниесін биіктеген байланысты айырмашылығына қалыптастырады. Қазақстанның биіктік белдеулі тау аймақтарын жақсы байқалады. Олардың ішінде биік тауларға Алтай, Сауыр, Тарбағатай, Жетісу, Алатау, Тянь-Шань тауларын кездесуімізге болады. Енді мына тапсырманы орындаңыздар. Оқушыларға арналған тапсырмалар. Қазақстанның аумағындағы табиғат зоналары мен биіктік белдеулердің ерекшеліктерін салыстыра отырып, климат, топырақ, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі тұрғысынан айырмашылықтарын анықтауларыңыз керек. Орманды дала, шөлейт, шөл, биіктік белдеу зоналарының пайыздық мөлшерін жазасыздар, кестені толтырасыздар. Қазақстанның қай аймақтарында қамтылғанын, қысқы жаздағы температураларын, жауын-шашын мөлшерін, топырағын, көлдері мен өзендерін және кескін картаға осы зоналарды түсіресіздер. Және сіздерге екінші шығармашылық тапсырма жиі көмегімен егер Қазақстанда таулар болмаса, табиғат қалай өзгерер еді тақырыбында 8-10 сөйлемнен тұратын болжамды жасайсыз. Gemini немесе ChatGPT жасанды интеллекті қолдануларыңызға болады. Және келесі сілтеме арқылы кері байланыс берулеріңізге болады.